11 аят. Егер де оларға жер бетінде бұзақылық жасамаңдар делінсе, олар біз тек түзетушілерміз дейді. 12 аят. Олар нағыз бұзақылар, бірақ өздері соны сезінбейді. 13 аят. Егер де оларға мұсылмандар сияқты иманға келіңдер деп айтылса, олар ақмақтар секілді біз де сенуіміз керек пе дейді. Жоқ деймін. Ақиқатында олардың өздері ақмақ, өздері соны білмейді. 14 аят. Егер де олар иман келтіргендерге жолға қалса, біз иман келтіргенбіз дейді. Ал егер шайтандарымен жеке қалса, біз сендермен біргеміз. Шындығында біз әншейін мазақ қылып жүрміз деседі. 15 аят. Алла олардың өздерін мазаққа ұшыратады. Жасаған теріс істерін арттыра түсіп, мәңгірген күйге түсіреді. Тәпсірі. Құран кәрімде Алла Тағала олардың сайқымазақтарының жазасын асықпай береді. Оларды одан арман шектен шығарып, қиындықтан шығар жол таба алмайтындай етіп, сүлесоқ күйге түсіру арқылы жазалайды деп анық айтады. Яғни өзгелерді мазақ қылғандар үшін өздерін мазаққа ұшырату арқылы жазалайды. Өйткені Алла Тағала өте әділ. Сол үшін Құран кәрімдегі Юнус сүресінің 27 аятында жамандықтың жазасы дәл сондай жамандық арқылы болады деген қағиданы бекіткен. 16 аят. Олар Құдайдың тура жолын адасқан жолға айырбастап алғандар. Алайда бұндай саудалары оларға ешқандай да табыс әкелмеді. Осындай әрекеттерінің кесірінен нағыз дұрыс жолдан адасып қалды. Тәпсірі. Олар Құдайдың тура жолын адасудың теріс жолына айырбастап алғандар. Яғни имандылыққа негізделген тура жолды күпірлікке айырбастап жіберді. Бірақ саудалары табыс әкелмеді. Дұрыс жолды да таба алмады. Сөйтіп екі дүниенің бақытынан айырылды. 17 аят. Олар қараңғы түнде от жаққан адамға ұқсайды. Лаулаған жалын айналаны енді жарық қылғанда, Алла оның сәулесін өшіріп, қара түнекте қалдырған жан сияқты олар көрмейді. Тәпсірі. Мысал келтіре сөйлеу, өнегейлі хикаят айту, ғибрат алу үшін өткен оқиғалардан сөз қозғау тәсілі арқылы Құран кәрім терең ойларға жетелейді. Бұл аятта имандылықты нұрға, жарыққа, имансыздықты қараңғы түнекке, жаңбырды мейірімге теңеу арқылы мысалдар келтіреді. Иманға келіп көзі ашылып, тура жолға түскеннен кейін де олар ізгі жолды адасушылыққа айырбастап, қараңғылықта қалады. Бұл аятта мұнафықтардың алдымен иманға келіп, соңынан одан бас тартып, күпірлікке кеткендеріне дәлел бар. Сол үшін де Алла Тағала оларды жақсылықтың жолын таба алмайтындай, бақыт жолын аңғармайтындай етіп, күмән, күпірлік, екіжүзділік секілді жаман пиғылдардың қараңғылығында қалдырады. 18 аят. Олар саңырау, мылқау, көрсоқыр, сондықтан да Құдайға апарар тура жолды таба алмайды. Тәпсірі. Олар өздеріне айтылған сөзді естімейтін саңырауға, көрген жақсылықтарын айта алмайтын мылқауға, тура жолды көре алмайтын соқырға ұқсайды. Өздерінің адасушылықтарынан қайта алмайтындары да сондықтан. 19 аят. Немесе олар нөсерлі жауынын алып келе жатқан аспандағы қара түнек бұлттан қорыққан жандар секілді. Күні күркіреп, найзағайы жарқылдап, қараңғылықты қамшылайды. Төбелерінен жайдың оғы түсіп өлтірердей олар саусақтарымен құлақтарын тығындап бүрісе түседі. Алла кәпірлерді осылай жан-жақтан қармап алады. 20 аят. Жарық еткен найзағай олардың көз жанарларын жоя жаздайды. Найзағай жарығы жер бетіне түссе, олар алға жүреді. Қараңғылық қайта басса, қалт тоқтай қалады. Егер де Алла қаласа, олардың есту, көру қабілеттерін жоқ қылып жіберер еді. Ақиқатында Алла әрбір іске құдіретті. 21 аят. Уа адамдар, адамзат, сендерді және сендерге дейін өмір сүргендерді жаратқан Раббыларыңа құлшылық етіңдер. Мүмкін тақуалардың қатарына қосыларсыңдар. 22 аят. Ол сендерге кілемдей төсеніш етіп жіберді. Күмбез секілді аспанды жаратты. Аспаннан жауын жауғызып, сол арқылы жемістер өндіріп, мол ризық берді.
Енді осы ақиқат сендерге белгілі болған екен, еш уақытта Аллаға серік қоспаңдар. 23 аят. Егер де құлымыз Мұхаммедке түсіргенге күмән келтіретін болсаңдар, онда кәнеки, осыған ұқсас бір сүре ойлап шығарыңдаршы. Айтқан сөздерің рас болса, Алладан басқа куәгерлеріңді шақырыңдар. Тәпсірі. Егер де сендер менің құлым әрі елшім Мұхаммедке, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, түсірген шариғатқа, мұғжиза кітап Құранның шындығына күмән келтіретін болсаңдар, онда Құрандағы сүрелерге ұқсас шешендік, стилистикалық, баяндық деңгейде соған тең келетін бір сүре әкеліңдерші. Құранға қарсы тұруға Алладан басқа жәрдемшілеріңді, көмекшілеріңді шақырыңдар. Баудауи тәпсірінде мұсылмандарға қарсы күреске шыққанда жәрдем береді деп үміттенген адамдарыңды, жындарыңды, Аллаға ортақ қосатын пұттарыңды көмекке шақырыңдар. Әлбетте, Құрани сүреге ұқсас сүрені келтіруге Алланың өзінен басқаның құдіреті жетпейді деп түсініктеме келтіреді. Егер де Құран Алланың сөзі емес, ойдан шығарылған адамның сөзі деп айтқандарың шын болса, аяттағы осы соңғы сөйлемінің жауабы алдыңғы екі сөйлемінің мағынасын қамтығандықтан, ойды қайталамас үшін осылай астарлы түрде келтірген. Бұл әдісті Құран кәрімге тән стиль деп түсінген дұрыс.